Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі. Менің есімім Дәулет Өсербай. Бұйырса 3 май күні жекпе-жекке шығам. Соған байланысты қазір жаттығу процесіндеміз. Бұл жерде мен қазір бүгін жаңағы физикалық дайындық дейді ғой. Соған көп күш салып жатырмыз. Жақсы жаттығулар жасап, көп көңіл бөліп жатырмыз. Бұйырса енді бойда физикамызды көрсетеміз деген ойдамын. Бүгінгі тренировкада план жалпы қарсыластың жаңағы ұстасқан кездегі моменттер, өзінің физикаң жақсы болу керек. Сол үшін ұстасқан кезде, астына қалып қалған кезде, үстінде ұстаған кезде қарсыласты жібермеу. Соған арнайы физикалық жаттығулар жасап жатырмыз. Менің есімім Мұхаммеддин. Көбі біледі, яғни көбіне боецтерді дайындаймын. Грубо говоря, профессиональный спортсмендерді олимпиадаға қатысатын күрестен, және де бой без правил деп айтады ғой. UFC-ге қатысатын Азат Мақсұм, Бекзат Алмахан, Тимур сияқты көптеген боецтерді дайындайтын тренер ретінде көреді. И поэтому қазір больше выносливости дайындап жатыр, потому что уже бойға аз қалды и взрывнойға жұмыс жасап жатыр, кондишнға. Менде көп боецтер болды, жаңағы ұйқымен проблема, восстановление болмайды, травмалады или ауырып қалады. Оның негізгі фишкасы ең көбі сол боецтің өзіне байланысты да. Ол ойлайды, почему менде мынандай травма болып қалды бойдың алдында, или не үшін жаңағыдай там восстановление болмай жатыр, не үшін шаршап жатыр, немесе не үшін иммунитет түсіп кетті деп. Ол көбіне жаңағы бізде білесіңдер ғой, түнімен инстаграмда, түнімен уже бойға қалғанда мен көбіне бізде чуть подход бөлек болады да, оның айтылмайтын құпия фишкалар болады, питание жағынан құпия фишкалар, ұйқы және салқын су деген сияқты. Сосын тағы бір-екі тесттер бар, өздеріне телефонға жіберемін, сонымен жұмыс жасап отырады. Поэтому соның барлығына көңіл бөлу керек та. Мысалға кейбіреулер бар, барлығына 100% бөледі, растяжкаға көңіл бөлмейді. Сол арқылы уже бойдың алдында уже салмақ қойған кезде мышцы жоғалып бастағанда уже суставтар біліне бастайды. Сразу травма алады деген сияқты. Сол үшін біз көбіне 100% жаңағыдай көңіл бөлуге тырысамыз. Мен көбіне енді айтып жатады, Дәулет авиалиния депші. Сон Дәулеттің авиалиниясын жаңа қарсыласыма жасайын деген ойдамыз. Оны жақсы шығу үшін осындай жаттығулар жасау керек та, белге, прогибқа деген сияқты. Бүгін арнайы физикалық жаттығулар. Бізде аптасына 5 уақыт дайындалып жатырмыз, 6 уақыт. Соның 3-4 күнін таңғы уақыттарын физикаға беріп жатырмыз ғой. Қалған уақыт бокс, күрес деген сияқты. Бізде бұл Дәулетпен енді бірінші не болып жатыр? Бойға дайындық. Ойлаймын, ары қарай жақсы жұмыс жасаймыз, потому что физикадан кішкене қосатын жерлері бар. Оны уже бойдан кейін бір апта, 2 апта демалып, уже физически дамытып, бойға жақындаған сайын взрывной, одан чисто кондишн, выносливость солай алып келе береміз. Сол кезде адам, мысалы, бір бағытта жұмыс жасасақ, бір адаммен толықтай физически дамыттық, восстановлениемен там растяжкалармен көңіл бөлдік, одан бойға жақындағанда взрывной, одан бойға жақындағанда выносливостьін дамытқан сайын, уже бір адамнан өтсе, ол жақсы болады, потому что мен оны 100% білем, и мен оның физикасына, питаниесіне толықтай жауап беретін боламын. Негізі көп боецтердің өзіміздің соперниктердің жекпе-жегін көрем. Дәулеттікін қарадық, бірақ біз уақыт жақындаған сайын соперниктер ауысып отырды. Негізі алдыңғы сопернигін көрдім, бір индус болған, ол ауысып кетті. Мынаны жіберді, бұл больше стойкіде. Енді мынау потом шығама білмеймін ғой, видео сұхбат. Бірақ айтам, аяқтары кішкене жіңішкелеу екен, физически күреске неге кірсен, смело жеп тастауға болады, потому что сен стойкіде шықпайсың ғой деп ше, стойкіде көрсетеді. А так былай негізі көрем барлығын. Қазір Россияның боеці хардкорда төбелескен екен, ушу мастер деген лақабатымен танылған екен, сонымен шығамыз. Соперниктің осал тұсы да бар, жақсы жақтары да бар ғой. Осал тұстар енді стойкіден де, енді күрестен де, ол енді ушу мастер атында айтыр, ушу сандист. Мен ойымша күресі кішкене әлсіз болуы мүмкін, бірақ енді оған гарантия жоқ. Стойка болса стойка, күрес болса күрес. Любоймен қарсы алуға дайынбыз ғой. Так, енді дайындық өте тамаша. Енді бірінші кезекте жаңағы салмақ жүйесі реттелді. Басында салмағым көбірек еді, майлар барлар ғой, полигон. Солар көп болатын, қазір тартылып,
Жаңағы өзімнің тренировкада тез шаршап болатын, соны көбірек ұзағырақ істейтін болдым. Және де осы Найза 72 турнирында өте ерекше карт болайын деп тұр. Өйткені менің өзімнің кішкентай кезімнен бала күннен өскен досым Сырым Бектұрсын екеуміз бір картта өнер көрсетейік деп жатырмыз. Алғаш рет мен үшін де өте қызықты, әрине қуаныштымын. Екі бауыр бір картта өнер көрсетіп, бұйырса жеңіске жетіп жатсақ, мен үшін бақытты күндердің бірі болар еді. Сол үшін бауырыма да сәттілік тілеймін, өзіме де сәттілік тілеймін. Бұйырса қазақ елі келіп қолдаңыздар. Тамаша бір жекпе-жек көрсетеміз деген ойдамыз. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Ассалаумағалейкум бәріне. Қазір Найза 72 турниріне 2,5 аптадай қалды бойға. Мен шамалы көп үзіліс алып қалдым. Осыдан бір жыл бұрын 2024-те Ақтауда жаздың 2-ші айында шыққам. Содан кейін травмалар болды, сол бойға травмамен шыққан едім. Қазір енді сол травмаларын емдеп бойға шайында жатырмын, Құдай қаласа. Қазір біз Triumph Fight залындамыз. Осы зал Triumph Fight, Дәнеш Дүнгенбаев ағайымыздың залы. Осы залдан шығамын 2017-тен бері. Осы залда дайындаламын. Қазіргі MMA жаттығуларымды осы залда өткізіп жүрмін ғой. Негізі грэпплингте дайындалып жүрмін. Азамат Бақытов пен Азамат рестлингтің чемпионы. Қазір таңда 2 дүркін чемпион болды. Сол менің жеке тренерім грэпплингтан. Және Наримановтарда бокстан. Кикбокста. Сол жақта жасаймын. Одан Батыр рестлинг Саша ағайымызда еркін күрес жасаймын. MMA жаттығуды осында жасаймын. Спаррингтер жаңағы. MMA күрес дейміз ғой, соны геймпланды Дәнеш ағайымыз қояды. Қазір бізде кикбокстан спарринг 5 раунд, 5 минуттан. Бірінші, екінші раунд Баймен Нұржігітпен жасаймын. Баймен Нұржігіт бізде Найзада төбелескен, білсеңіздер. Бразилиец тұтқан. Қазір октагонда поисқа төсін біртінден. Оның ударысы, күресі жақсы да. Баймен ол қазір менің спарринг партнерім сияқты жасайтын болады. Ұрып түйіп күрес. Сол үшін. Төртті тоже Арсен деген бауырымызбен жақсы балармен жасаймын қазір. Соперник өзбек спортшы Рустам Даминов. Найза лигасында ол Елжанмен шығып, және бізде тең түсті олар, ничья дейміз ғой, және ничья болды. Соперник өте жақсы, мен бір жыл бұрын Таиландта сборда болғам, Пхукетте, Тайгер Мойтай залында. Сол кезде мен оны көргем, бірақ жасамағанбыз. 2 рет бізге келген залға ол Тайгерде. Ол сол жақта тұрады да, уже бір жылдан асып кетті деймін, ол жерден тұрып жатқанына. Және біздің қазақ көп спортшылармен шыққан екен ол. Мен бойларын қарадым, Найзадағы Асламов Гамлет бар ғой, соны туған екен февраль айында осы. Биылғы жылдың, сол Таиландта, любительден. Тұстары ол менімше 3 раундқа шыдамды, төзімді жігіт. Бұлай кішкене күресет, кішкене ұрат, характерін екен, сол болды мен қараған. Бұлай, қалай айтсам, бір андай техничный спортсмен емес. Сол 1-2 удары бар, 1-2 күрес бар, болды, қалған төзімділікпен жүре береді бойда шыдап. Осы бойға дайындалғанма мен бір 2-3 ай болды, 3 ай болды ғой. Қолымды сбор өткем. Ораза болып қалды, одан кейін, оразадан кейін сразу шықтым ғой. Бапкерлер соперникті көрді. Акцент күреске қойып жатырмыз ғой қазір. Күресте де сезініп ал, ұратын жерінде ұр деп жатыр, ондай бір не емес, жаңағыдай. Может, ол өзгеріп келеді, біз білмейміз ғой, бойда біреулер басқаша болып кетеді, жаңа оң ақайлар сол ақай болып келеді дейін, сол сияқты. Сондықтан мен жан жақты да дайынмын. Өзім күресем де, ұрам да. Бапкерлердің нұсқауы бойынша көбірек күрес деп жатыр. 3 раундқа настрой қой деді. Қазір сол 3 раундқа жұмыс істеп жатырмыз максимально. Бойдан мен көбірек жұмыс істеймін. Болдың ауыздан судай машин. Кәдімгі су болып не? Қызып аламын, мен демаламын. Бір парағанда өлек қыздарына ма, 2 парағанда. До этого ерте барып аламын да, турнир қыштайын. Қалын сәлем. Бүкіл бой. Және де көптен бері шықпаған соң, уже бойды сағынып жатырмын да. Сол үшін жақсы формадам. Ең бастысы қазір жаңағыдай кішкентай мелкий травма қалмау керек. Және де режимді бұзбау керек қой. Қалған бәрін өтіп қойдық деп ойлаймын, ауыр сбордың бәрі дайындықта. Қазір тек ештеңе өзгертпей. Режим и чисто травма алмаудың жолдарын іздеу керек.
Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз.